Күміс көлдері мөлт-мөлт етіп жатқан Қорғалжын тарихи ескерткіштерге аса бай өлке. Осындай қымбат жәдігерлердің бірі Ағеділ Қожа мазары. Ағеділ Қожа мазары 19 ғасырға жататын ерекше діни сәулет ескерткіші болып саналады. Бұл дөңгелекше келген мазар өзіміздің кигіз үй сияқты шикі кірпіштен тұрғызылған. Ғимарат жел мен жауын шашынға шыдамай, күмбездің үстіңгі жағы мен есіктің кіреберісі аздап опырылған. Мазардың биіктігі 5 метрге жетеді. Шығыс тұстан бөлмелерге қарай кіретін, биіктігі 3,5 метрге жететін тікбұрышты есік бар. Ағеділ Қожа мазары Ақмола облысы, Қорғалжын ауданының Жұмай ауылында орналасқан. Ағеділ Қожа ислам дінінің таралуына үлкен еңбек сіңірген діни ағартушылардың бірі болған. Сол замандағы дәулетті адамдарда ислам дініне қамқорлық қылуға жұмылдырып, елдің діни сауатын ашуға зор ықпал еткен деседі. Сондай-ақ көмекке зәру болған кедей кепшіктің, жолаушы адамдардың жағдайын жасап отырған. Мұсылманның бір парызы, қажылық сапарға бет алған, тақуа жандардың жол сапарының бір бөлігін көтерісіп, демеу көрсеткен екен. Ағеділ Қожа діншіл ғана емес, көпшіл, ел қамын ойлаған жан болса керек. Ел ішіндегі ауызбірлікті нығайтып, кең көсілген Қорғалжынның даласын жайлаған жалпақ жұрттың ұйытқысы болған. Адалдықтың шырақшысы Еділ Қожаға жаза баспай-ақ сөйлеп, адалын айтып, алашты адамгершілікке баураған пейіліне орай есіміне ақ анықтаушысын қосып, Ағеділ Қожа атаған. Ісінің де, ниетінің де ақтығына орай. Ағеділ Қожа өмірден өткен соң, еңбегіне риза болған ел жұрт жиналып, асарлатып, басына мазар көтереді. Жазық далада бой көтеріп тұрған мазарға күні бүгінге дейін жолай өткен жолаушылар арнайы ат шалдырып, Ағеділ Қожаның рухына дұға бағыштап отырады. Негізі ескерткішті Жалмағанбет қажы мазары деп та атап жатады. Сол өңірдің халқының айтуы бойынша Ағеділ оның ұлы болып келеді екен.